Баршаңызға қайырлы күн. Егер сізде қан аздық болса, немесе ішіңіз жиі қатып жүрген болса, онда дәл осы қызылшадан жасалған смузиді жасап ішіп көріңіз. Құрамы өте қолжетімді және ағзаға өте пайдалы. Ол үшін бізге алдын ала жуылған алма, сәбіз және шикі қызылша қажет болады. Алмамызды дәл осылай қабығын ашымай, осылай блендердің ыдысына сиятындай етіп, төрт бұрышты етіп турап алатын боламыз. Құрметті достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп кетіңіздер және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Міне осылай алмамызды турап болғаннан кейін арнайы блендердің ыдысына осылай алмамызды саламыз. Ендігі кезекте алдын ала жуып тазаланған сәбізімізді де дәл осылай төрт бұрышты етіп турап, оны да блендердің ыдысына салатын боламыз. Ендігі кезекте сырты қабығы ашылған менде осындай шикі қызылша, осы қызылшамызды да дәл солай төрт бұрышты етіп турап алатын боламыз. Міне барлық көкөністерімізді турап салғаннан кейін оның үстіне бір бокал суық суымызды құйып, блендердің көмегімен жақсылап езіп алатын боламыз. Міне осылай езіп жатқан кезде, егер қою болатын болып қалса, тағы да үстіне бір бокал суымызды құйып, жақсылап тағы да езіп алатын боламыз. Міне сонымен біздің қызылшадан жасалған смузиіміз дайын болды, өте керемет дәмді болып шығады. Егер сіздер тәтті болғанын, сәл тәттірек болғанын қаласаңыздар, онда үстіне бір ас қасық қант салып араластырып жіберіңіздер. Маған дәл осындай дәммен ұнайтын болғандықтан мен қант салған жоқпын. Менде осындай үлкен 2 бокал шықты. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі жеңіл, ағзаға да өте пайдалы, барлық дәрумендердің барлығы ішінде. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар және видеоны тоқтатпай соңына дейін көріңіздер. Сіздермен бірге болған Дәмді Асхана каналы.